Сәлеметсіңдер менің ақылды оқушыларым. Шәкірт онлайн мектебі сендермен мен Аяулым Нышанбайқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз зат есімнің тәуелденуі деп аталады. Әрине балалар, зат есімнің тәуелденуі бізге 3, 4, 5, 6 тақырыпқа берілген екен, я? Текемет туралы мәтіндерді оқы. Бізде 2 мәтін берілген. Текемет бетіне түрлі түсті ою өрнек басылған үй жиһазы. Үй жиһазы яғни үйде қолданамыз, я? Бұл төсеніш түрі күрделі сатылардан тұратын пісіру әдісімен дайындалады. Жуылып, түтілген жүнді жайып, оның үстіне басқа түстерге боялған жүннен өрнек салады. Содан кейін оны сулап, пісіріп бастыруға кіріседі. Текемет басу ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүр. Екінші, біреуі жүн жаймалап, біреуі су себеді, енді бірі шиге орап, жабылып бәрі тебеді. Ыстық су құйып үстіне қатайсын деп қарпиды, шықты киіз пісті де сыннан өтіп сан қиылы дейді. Оразақын Асқар атамыз текемет жасауды осындай керемет жолдармен, өлең жолдармен өрнектеген екен балалар. Ал енді 2 мәтіннің жанрын анықтайық. Әрине балалар, екеуі де текеметтің қалай жасалатынын айтып тұр, я? Осы жерде шатасуымыз мүмкін. Бірақ балалар, біреуі өлең түрінде, біреуі мәтін түрінде, біреуі анықтап жазылған, көркемдемеген, оны есте сақтаймыз. Ал біреуі ұйқастырған, көркемдеген, мүмкіндігінше әдемі жеткізген, демек ол көркем мәтін. Сонда қайсысы көркем мәтін, қайсысы ғылыми танымдық мәтін балалар? Дұрыс. Көркем мәтін өлең жолдары, я? Ал ғылыми танымдық мәтін жаңағы мәтін. Олардың ұқсастығы менен айырмашылығын тап, текемет қай мәтінде нақты, қай мәтінде бейнелі сипатталған. Міне айырмашылығы осы. Нақты сипатталған бірінші мәтінде, екінші мәтінде ол бейнелі сипатталған. Оқы, түбір сөздерді тәуелденген сөздермен салыстыр. Білек, білегім. Аспап, аспабым. Моншақ, моншағым. Қалай өзгеріп жатыр балалар? Мына к әріпі г әрпіне өзгеріп жатыр. Міне былай жазамыз. К-ның г-ға ауысуы. Мына жерде п-ның б-ға ауысуы. Мына жерде қ-ның ғ-ға ауысуы. Бұл жалпы ілгерінді ықпал тақырыбында сендер өтетін боласыңдар. Міне осы сөздерде мысалы халық, халқы. Міне мына жерде тағы да бар. Халқы дейді, түсіп қалады да, мынау тәуелденген кезде халқы болады. Әріп, әрпім. Түбір сөздер тәуелденгенде қандай өзгерістер байқадың? Бұл сөздердің жазылуын есте сақта. Білек, білегім. Осылай балалар өзгеретінін ұмытпаймыз. Білек, білекім деп айтпаймыз. Білек, білегім болады, кітап, кітабым болады. Түсінікті ма? Тура осылай тәуелдейміз, қателеспейміз, жарай ма? Тәуелдік жалғау жалғанғанда түбір сөздің соңындағы п, к, қ дыбыстары ұянға өзгереді. П, б-ға ауысады. Сонда п қатаң дауыссыз, б ұяң дауыссызға өзгереді екен, доп, доба. Жүрек бізде қатаң дауыссыз, г ұяң дауыссызға өзгереді. Жүрек, жүрегі. Қалақ, қалағы, қ, ғ-ға ауысып тұр, я? Тәуелдік жалғау жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Халық, халқы, әріп, әрпі. Осылай шатаспай жазамыз балалар. Осы тәуелденген сөздермен тиісті тәуелдік жалғауын жалғап жаз. Тәуелдік жалғауын жалғайықшы. Доп, доба. Добым. Жүрек, жүрегі. Жүрегім. Қалақ, қалағы. Қалағым. Міне балалар, осылай құраймыз. Жақшадағы сөздерге тиісті тәуелдік жалғауын жалғап жаз. Біздің халық бақытты. Қалай болады? Біздің деп тұр, көпше түрдегі. Қалай жалғаймыз? Жарайсыңдар. Біздің халқымыз бақытты. Сенің дауысың естілмейді. Менің уақытым болмады. Қалған сөйлемдерді өзіміз құраймыз. Суреттің және тірек сөздердің көмегімен ісмер тақырыбына мәтін құрап жаз. Менің әжем ісмер. Бұл жерде анасы, я? Менің анам ісмер, ол тігін тігеді. Яғни ісмер дегеніміз ол кісі өнерлі кісі. Көптеген жұмыстарды атқарып жүре береді. Жалпы бізге керемет киімдер тігіп береді. Оны біз киіп аламыз деп жазсақ болады. Тақырып
Тұскиіз бөлме қабырғасын сәндеу, ұлттық жиһаз, ісмер, түсті жіп, кестелеу, ұсақ моншақтар, алтын зерлі жіп, өрнек сән беру. Міне бізге тірек берілген екен балалар. Енді осыған қарап, менің анам тұскиіз тіге алады. Оны бөлме қабырғасын сәндеу үшін қолданамыз. Ол біздің ұлттық жиһазымыз. Менің анам ісмер, ол түсті жіпті қолданып, ұсақ моншақтар, түсті жіпті, ұсақ моншақтарды қолданып, кестелеу өнерімен де айналысады. Балалар, осылай құрай береміз. Бұл сабақтан не үйрендім? Зат есімнің тәуелденуін үйрендім, я? Менің, сенің бұл сабақтан не үйрендік біз? К-ның Г-ға ауысатынын, қатаң дауыссыздардың ұяң дауыссызға ауысатынын үйреніп алдық. Жарайсыңдар балалар. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталып қалыпты. Сау, саламатта болыңдар.